Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сникерс торт пісіретін боламыз. Ол үшін менің каналыма подписация етіп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырынан бастаймыз. Қамырына 4 жұмыртқа, 200 грамм қантты миксерлеп аламыз. Ал енді 1 ас қасық какао, 150 грамм ұнымызды қосып, тағы да миксерлеп араластырамыз. Алдын ала микротолқын пештеріңізді 170 градуста қыздырып қоясыздар. Өйткені бұл біздің бисквитіміз тез дайын болады. Мені формамның диаметрі 28 сантиметр. Формамызға құйып 50 минутқа пісіреміз. Бисквитім пісіп дайындалып шықты. Суығаннан кейін теңдей ортасынан бөлдім. Ал енді кремін дайындаймыз. Креміне 33% салқындатылған сливкиді 200 мл, қант 4 қасық қантты өстіп жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң осындай творожный сырымызды 220 мл қосып крем жасаймыз. Міне дайын болды кремім. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші бөлігіне осылай кішкене крем жағып, орехтан салып алдым. Орехтың үстінен тағы да крем жағамыз. Үстінен екінші бисквитімізді қойып, қалған кремімізді жағып, шет-шеттерін барлығын әсемдейміз. Толығымен жағып шыққаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Ал енді тортымызға глазурь дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм сары май, 100 грамм шоколад алдым. Екеуін водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Мен водяной баняда ертіп алдым. Осылай жауып қойып, тезірек ерісін деп. Ергеннен кейін осылай орех салып шығамыз. Орехпен араластырамыз. Менде барлығы 140 грамм орех кетті. Ал енді өстіп ақырындап глазурімізді тортымыздың үстінен жағамыз, құйып. Тез құймайсыздар, өйткені орех, шоколад болғаннан кейін ол ауырлау келеді, тортымыз басылып қалуы мүмкін. Ақырындап шет-шеттерінен барлық жеріне жағып шығасыздар. Міне барлық жеріне жағып шықтым мен. Және тортымыз дайын болады. Бұл торттың жасалуы да, әсемделуі де өте оңай. Міндетті түрде жасаңыздар. Міне қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен клубникамен әсемдеп шықтым. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай тортты міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова, назарларыңызға рахмет.